Сәлем достар, бүгін мен сіздерге таңғы асқа омлет жасап көрсететін болам. Менде мына жерде 4 жұмыртқа, 1 штук қызанақ, бір азғантай колбаса, көбік етіп тураймыз, және укроп, 1 шай қасық тұзды саламыз. Және мына жерде 1 шай қасық қара бұрышты саламыз. 200 мг сүтті құямыз. Қандай температурада тұрғаны маңызды емес. Мына жерде 200 мг ұнды да саламыз. Жақсылап бір масса етіп араластырамыз. Менде мынандай масса болып шықты. Осыны енді тапаны қыздырып, бетіне майды құйып шығамыз. Осылайша етіп 3 қасық омлетімізді құйып шығамыз. Бір келкі етіп араластырып, тегістеп блини сияқты жасап шығарамыз. Баяу отта болу керек. Қатты отта болса, қатты асты күйіп кетеді. Шамамен 10-15 минутта осылайша болып пісіп шықты. Бетіне астына қарағанда беті тез пісіп шығады. Менде 4 штук омлет болып шықты. Өте тойымды, жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Менің арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен сіздерге әлі талай қазақша рецептілерді түсіріп көрсететін боламын. Міне осылайша етіп қойып бетін жауып қоямыз. Беті қатқаннан соң арғы бетін аударамыз. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.